Алғашқы шетелге шығу жай ғана сапар емес, бұл жүректің жаңа әлемге ашылған алғашқы қадамы. Көңілде толқу, кеудеде қуаныш, көзде үміт, чемоданға тек киім емес, арман мен сенімді де салып аттандық. Әуежайдағы, мына коридордағы әр қадам ерекше сезіледі. Ұшаққа отырған сәтте туған жеріме бір сәт ойлана қарап, алдымда мүлдем басқа әлем келіп тұрғанын сезіну бөлек шіркін. Ұшаққа отырған сәт әрине маған да, отағасыма да кішкене қорқыныш сыйлады, бірақ ол уақытша. Өйткені алдымызда бізді үлкен қуанышты сәттер күтіп тұрғандықтан біз қорқынышты тез жеңдік. Шетелге алғаш шығу бұл батылдықтың белгісі. Бұл өз шекараңнан асып, өзіңді жаңа қырыңнан тану екен. Туған жердің қадірінді дәл осындай сәттерде тереңірек түсінесің. Өйткені қай елде жүрсең де, жүрегіңнің бір бөлшегі әрдайым отаныңмен бірге болады. Бұл сапар тек саяхат емес, бұл өмір кітабындағы жаңа тарау деп білемін. Есімде мәңгі қалатын алғашқы әсер, алғашқы таңданыс, алғашқы шабыт, жаңа ел, жаңа мүмкіндік, жаңа мен деп білемін. Алғаш рет өзге елдің топырағын бастым, ағайын. Атақты сап-сары чемоданымды өлшемеден өткізіп, күтіп алған автобусқа мініп, отельге қарай жол тарттық. 40 жасымда отель дегенді екінші рет көруім. Қолға браслет таққандағы сезімді енді айта алмаймын. Іштегі сезім ерекше. Осындай сұлулықты, өмірдің әдемі бейнесін көрсеткен Нұрбегіме мың алғыс. Біз отельдің 5 жұлдызын ал инклюзив, яғни все включено түрін сатып алдық. Алғашқы саяхаттаушыларға да солай алған дұрыс дер едім. Өйткені өзің танымайтын елге алғаш барып тұрып, түскі және кешкі асты қайдан ішем деп уайымдамайсың. Номерде бар жағдай жасалған. Кофе, чай, жайлы диван, әрине терезеден әдемі көрініс. Номерге жайғасып, жуынып, жайланып алып, кешкі серуенге, одан әрмен кешкі асқа шықтық. Бір айда кететін жайт, номерде краннан су ішуге болмайды екен. Яғни Египетте суды теңізден алады екен. Сондықтан су бөтелкемен беріледі. Сол нәрсені естен шығармаған жақсы. Осындай сұлулықты тамашалай келе, отель аумағында орналасқан 2 мейрамхананың біріне кешкі асқа бардық. Енді астың түрі бар екен. Бір риза болғаным, астан бөлек тәттілер мен нан түрі өте көп. Осылайша көзімізді атқан тағам мен сусын түрлерін таңдап тұрып әбден тойдық. Еттің түрі, соустың түрі, ірімшіктің түрі, әр күні әр кухняның тағамы әзірленеді екен. Қай елдің тағамын жегенімізді кейін білдік. Одан кейін отель аумағымен танысып, дүкендер таралап, доллармен есептеуге миды дайындадық. Базарлық алмасақ, қазақ боламыз ба? Не бір шеберлер бар екен. Мына кісі шынының ішіне құммен сурет салып, маған алмадың деп ренжіп қалды. Мен бұны сатып алам деген тіпті ойымда да болмады. Жай өнеріне тамсанып, видеоға түсіріп тұрғам. Ал бұл кісі мені теріс түсініп, сатып алады деп кәдімгідей долданып ренжіп қалдым. Сонымен біраз аралап, отельдің әдемілігіне тойып, бірінші күн отельдегі өмірімізді аяқтап, номерімізге қайттық.